осы қазақ тілін үйренуге 10 жыл емес, бір күн кетеді. Егер де сіз нанды орысша сұрағанға нанды түсінбеймін, қазақша сұра десең, 1 сағат кетеді. Бұл талап тудыру керек та болды. Біздің ауылдан келген қазақтар неге орысша тез үйреніп жатыр? Өйткені барған жерде сұрағанда оған айтады, мен сені түсінбеймін, орыс тілінде сөйле. Сосын амалсыздықтан сол сәтте үйренеді. Сондықтан осы жерде талап тудырмай 10 жыл керек емес. Бүкіл Қазақстанда егерде әрбір қазақ осы жерде табандылық танса, мен мысалы өз кәсібімде келдім, қанша тұрады десе, мен айтам 2500 теңге тұрады. Сколько десе, мен тағы да айтам 2500 теңге. Енді сол адам келіп, қазір мен, саламатсыз ба, мынау 2500 теңге тұра ма деп, мен соны 1 сағатта үйреттім. Сондықтан бұны халық өз қолына алып, сосын мен осы бағдарламаны пайдаланып айтайын. Біз осы мәселеге жай шоуға емес, бұл ұлттық трагедия. Өйткені маған Южная Корея, Америка, Канаданың қазақтары хабарласады. Осы Тіл майдан YouTube каналымыз бар ғой. Солар бәрі тіл мәселесі шешілмегесін Южная Кореяда қазақ жастар жүр. Ал мұнда Алматыда Ресей Федерациясынан көп жастар келіп жұмыс істеп жатыр. Өйткені тіл мәселесі шешілмеген. Сондықтан осы тіл мәселесі шешілмей, қазақтың жағдайы дұрысталмайды. Жастар осылай жұмыс таба алмай жүреді. Мен өйткені 2 официант көрдім, қызыл дипломмен бітірген, бізді әкімшілікке жұмысқа алмады, Казкоммерцбанкқа жұмысқа алмады, өйткені біз орыс тілін білмейміз. 1 ай жұмыс істедік, словарь берді, Қызылордадан келген жастар амалсыздық официант.